Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті отандастар, қадірлі мұсылман қауым. Келе жатқан қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты, берекелі болғай. Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғұламалар кеңесінің шешіміменен шариғат ережелеріндегі айды көріп оразаны бекіту және отандық астрофизикалық зерттеулер орталығының негіздеріне сүйене отырып, 16 мамыр кешке алғашқы тарабих намаздар оқылады, 17 мамыр Рамазан айының 1 күні болып бекітілді. Толығырақ ақпараттар ресми сайттарымызда беріледі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келе жатқан ұлық ай баршамызға құтты, берекелі болсын.